КПО BV компаниясы Батыс Қазақстан облысы ғана емес, еліміздің өзге де аймақтарының өндірістік әлеуетін арттыруға бағытталған бірқатар жобаларды жүзеге асырып келеді. Биылғы жылдың шілде айында Ақтау қаласында қуаттылығы жылына 45 мың тонналық премиум класты бронда зауытын іске қосты. Бұл КПО мен Tenaris Global Service компаниясымен арадағы әріптестіктің нәтижесі. Құрылысқа құйылған инвестиция көлемі 40 миллион ақш долларын құрады. Мұндай зауыт Қазақстанда бұрын-соңды болған емес. Осыдан 2 жыл бұрын КПО басшылығы Tenaris Global Service компаниясымен ұзақ мерзімді келісім шартқа қол қойды. Арадағы уағдаластыққа сай отандық мұнай-газ өнеркәсібіне қажетті құбырларды жеткізу келісілді. Осы мәміледен кейін әлемдік құбыр өндіруші Қазақстан аумағындағы жаңа өндірісті жолға қоюы тиіс болатын. Компания өз міндетін толығымен орындады. Ақтауда болаттан құйылған жіксіз құбырларды өндіретін кәсіпорын бой көтерді. Жыл сайын бұл зауытта 45 мың тоннаға тарта жоғары герметикалық құбырлар шығарылады. Бұл еліміздегі мұнай-газ компанияларының 90%-ын дайын өніммен қамтамасыз етуге мүмкіндік бермек. Мұның ішінде Қарашығанақ пен Теңіз және Қашағандағы жобаларды да айтуға болады. Болат құбырларды өндіру ісінде қоршаған ортаға зиянын тигізбейтін ерекше технология қолданылады. Ал 35 қазақстандық маман Румыния мен Сауд Арабиясының зауыттарында кәсіби біліктілігін арттырып оқып келді. КПО жергілікті құрамды арттыру бағдарламасын табысты жүзеге асырған Қазақстандағы алғашқы компаниялардың бірі болып саналады. Алғашқы жарты жылдықтың қорытындысы бойынша КПО-ға тауар жеткізу мен қызмет көрсету саласындағы жергілікті үлес көлемі 49,66%-ға артқан. Бұл ақшаға шыққанда шамамен 280 миллион ақш долларын құрайды. Ал өнімді бөлісу туралы түпкілікті келісімге қойылғалы бері КПО жергілікті үлесті 5,7 миллиард долларға дейін көбейтіпті. Tenaris компаниясының зауыты өңірге тартылған инвестицияның көрсеткіші іспетті. Жылына 400 мың құбыр өндіріп, толық өндірістік қуаттылығына көшкен кезде бұл кәсіпорын қосымша 120 адамды жұмыспен қамтамасыз етпек. Бұл игі іс Маңғыстау облысы мен Қазақстанның экономикалық әлеуетін арттыруға серпін беретіні анық.